Сәлем баршаңызға. Бүгінгі біздің жасайтын жұмысымыз осындай әдемі соңғы үлгідегі современный, өзгелерден ерекше тәй-тәй дорожка. Қарап отырғандарыңыздай бұл әдемі полужемчуг моншақтарынан дайындалған. Ендеше дайындалу жолын сіздерге көрсетейін. Бір отырсаңыздар, бір күнде бітіріп тастауға болады. Оған керек заттың бәрін мен описаниеда қалдырдым. Қарап, іске кірісіңіздер. Ең алдымен мен жиегіндегі бақырамаға дорожканың екі жиегінен 10 сантиметрден орын алып қалдым. Менің дорожкам ені 1 метр, ұзындығы 3 метр. Екі жиегінен 10 метрден бақырамаға орын алып қалғанда, менде ортада рабочий жерім 80 сантиметр. Видеода көріп отырғандарыңыздай компьютерден ақ жол деген жазуды шығарып алып, оны біртіндеп қиып алдым. Тәй-тәй жазуды дәл солай. Енді керек жеріме қойып, түзулігін байқап, әріптерімді қойып шығамын. Мінекей, мен әрімнің жиегін сызып алдым. Енді сол сызықтың бойымен полужемчугтарымды ыстық клеймен орналастыра бастаймын. Әр моншақты жеке-жеке көптеу етіп клеймен клейлеңіздер, себебі ол орағанда, транспортировка кезінде түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан әр клейге, әр моншаққа мол клей қолданыңыз. Мінекей, бұл моншақты жапсыру барысы мен тез көрсетуді жөн көрдім. Бұл жұмысы менде кішкене тоқтап қалды, себебі менің бір пакет моншағым жетпей қалды. Бұл дорожкаға менде 1,5 пакет моншақ кетті. Мендегі жазулар ақ жол, тәй-тәй, 4 баланың табаны. Соның бәріне 1,5 пакет моншақ кетті. Мына көріп тұрғандарыңыздай, мен жиегіне ою орналастырдым. Соның бәрін қосқан кезде сонда моншақ кетті. Оюды да мен әр жазудың арасына 25 сантиметр жол қалдырып орналастырдым. Екі жиегіне 6 ою орналастырдым. Сіздерге жақыннан көрсетіп жатырғаным, қалай клейлегенімді. Мен видеоға әріптердің ортасын толтырғанын салмадым. Бірақ бәрі осы схемамен өз фантазияңызға қарай толық толтырсаңыз да болады, немесе мен сияқты арасына кішкене зазор қалдырып толтырсаңыз да болады, өз қалауыңызша. Мен кішкене әріптер анығырақ болсын деп жазуды толтырдым да, оюларды сол ашық күйінде қалдырдым. Мінекей, қарап тұрсаңыздар, біздің дорожкамыз дайын болды. Бір отырсаңыздар, бір күнде бітіріп тастауға болады. Бақыраманы жиегіндегі мен ыстық клей лентамен ұстаттым. Ол мына мен қолданатын ыстық клеймен тұрмайтын болды. Сонымен клей лентаны қойып, бақыраманы үстінен өтектеп шықтым. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерді жасап көріңіздер. Өте әдемі шығады.